Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін осындай донердің рецептімен бөлісетін боламын. Өте қарапайым жолмен дайындалады. Үй жағдайында жасап көрсеңіздер болады. Алдымен тауығымызды қуырып дайындап аламын. Суға қайнатсаңыз да болады. Барлығын осылай майдалап кесіп, ұзыншақ етіп кессеңіз де, кубиктеп кессеңіз де болады. Екінші біз картошканы дайындап фри қуырып алатын боламыз майға. Содан соң қиярды өз қалаңыз бойынша капуста салсаңыз болады. Помидорды, барлығын осылай бір келке етіп кесіп аламыз. Капустамызды чеснокпен араластырып, осылай жасап аламыз. Осылай барлығын дайындап алдық. Начинкасының лавашымызды алып, кетчуп майонезді салып, бір-бірден салып шығамыз. Барлығын өзіңіздің қалаңыз бойынша салсаңыз болады. Мен молдау қылып салдым. Осылай дайындап, қызып тұрған табаға екі жағын қуырып аламыз. Немесе сізде гриль болатын болса, сондай табаға қуырып алсаңыз болады. Май ештеңе қоймайсыз, просто осылай ысы күйінде. Міне біздің донеріміз дайын болды. Сіздерге рецепт ұнады деген ойдамын. Барлықтарыңызға рахмет, ас болсын.